Бұл гладиатормен бір түн өткізген кез келген әйел заты сөзсіз аман шықпайды. Өзге жауынгерлермен салыстырғанда, ол аренаның ең батыл әрі жеңілмес патшасы еді. Онымен айқасқа түскен кез келген гладиатор ақыр соңында жан тәсілім ететін. Сондықтан олар аренаға шықпас бұрын өз жерлеу рәсімдерін алдын ала ұйымдастырады. Көрермендердің қанқұмар нәпсісін қандыру үшін фламма шабуыл қарқынын әдейі баяулататын. Бұл оның қарсыластары үшін ұзаққа созылған азапқа айналатын. Әрине, фламма бұған еш алаңдамайды. Өзінің шексіз істемдігінің арқасында ол жұрттың қошеметіне үйреніп кеткен еді. Және ешкімді өзіне лайықты қарсылас санамайтын. Бірақ тіпті осындай құдіретті фламманың да бір күні ойсырата жеңілетінін ешкім күтпеген еді. Императордың үйлену тойы қарсаңында консул жұртты көңілдендіру үшін фламманың алдына бір мезгілде 3 гладиаторды шығаруды бұйырды. Осы бір күттеген қатерге тап болған үшеуі амалсыз көнуге мәжбүр болады. Көпшіліктің көзінде айқас тағдыры шешіліп қойса да, көріністі қызықтырақ ету үшін оларды бір-біріне шынжырмен байлап тастады. Төрешінің белгісі бойынша үшеуі бірден соғыс қалпына көшеді. Бірінші гладиатор алғаш болып тап бергенімен, шынжырдың кесірінен толық күшін көрсете алмады. Алайда көп ұзамай олар орта қырғақты тауып, Куаменің бастауымен шабуылдарын үйлестіре бастайды. Дегенмен фламма оларды бірінен соң бірін сылатып түсіреді. Үшеуінің ауыр жараланғанын көрген ол, жеңістің өз қолында екеніне сеніп, салтанатты түрде тойлай бастайды. Бірақ ол өз-өзіне сенімді болып тұрған сәтте, Куаме ешкімге байқатпай кісеннен босап шықты. Сериалдың атауы «Обреченные на славу».